Біріккен ұлттар ұйымында үлкен дипломатиялық жанжал басталды. Венесуэла ақш-ты мұнай танкерлерін заңсыз басып алған үшін тарихтағы ең ірі бопсалау жасады деп ресми түрде айыптады. Ресей мен Қытай Каракасты қолдап отырғанда, Кариб теңізі жаһандық текетірестің ошағына айналды. Associated Press және Reuters агенттіктерінің хабарлауынша, осы айда ақш жағалау күзеті халықаралық суларда Венесуэланың 2 ірі танкерін қолға түсірген. Вашингтон бұл кемелер есірткі терроризмін қаржыландырды деп мәлімдеді. Алайда, 23 желтоқсанда өткен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысында, Венесуэла елшісі Самуэль Манкада бұл әрекетті халықаралық қарақшылық және ел байлығын ашықтан-ашық ұрлау деп атады. Мәскеу бұл оқиғаны ақш-тың ковбойлық әрекеті деп айыптаса, Бейжің егемендікті бұзу деп бағалады. Осыған қарамастан президент Дональд Трамп ақш басып алынған мұнайды өзінде қалдыратынын немесе сататынын мәлімдеп, қысымды арттыра түсті. Бұл текетірес әлемдік нарықта мұнай бағасының күрт өсуіне әкеп соқты. Бұл ақш-тың қауіпсіздікті қорғауы ма, әлде заманауи қарақшылық па? Пікіріңізді төменде қалдырыңыз. Оқиғаның дамуын бізбен бірге бақылаңыз. ABB News арнасына жазылуды ұмытпаңыз.